Сәлем, достар. Аяғыңыз соңғы уақытта біртүрлі болып жүрме? Мысалы, қызады, тоңады, жыбырлайды немесе тікен кіргендей шаншып кетеді ме? Онда бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Себебі бұл жай ыңғайсыздық емес, ағзаңыз маңызды белгі беріп тұрған болуы мүмкін. Бірінші, аяқтың жиі қызуы туралы. Егер табан мен башпайыңыз күйіп тұрғандай болса, қан айналымы нашарлауы мүмкін. Варикоз, қан тамырларының бітелуі немесе қант диабеті сияқты дерттер аяқты қыздырады. Әсіресе кешке қарай аяқ сынып ауырлап жанып тұрғандай болса, бұл жай шаршау емес. Келесі, аяқтың тоңуы. Кейде жылы бөлмеде отырсаңыз да аяғыңыз мұздап тоңып тұра ма? Бұл қалқанша безінің әлсіз жұмысы немесе қан аздық, анемия белгісі болуы мүмкін. Аяқ ағзада 12 дәрумені азайса, жүйке жүйесі зардап шегіп, аяқ-қол үнемі тоңып, дірілдеп тұрады. Үшінші белгі, аяқтың ұйып қалуы. Ұзақ отырғанда немесе аяқ киім қысқанда ұйып қалуы қалыпты жағдай. Бірақ бұл жиі қайталанса, өздігінен өтіп кетпесе, омыртқадағы грыжа немесе жүйке қысылуы болуы мүмкін. Қант диабеті кезінде де жүйке ұштары зақымданып, аяқ жиі ұйып шаншып мазалайды. Ал енді жәндік жүргендей жыбырлау сезімі туралы. Аяғыңызда құмырсқа жүргендей жыбырлап дірілдеп тұра ма? Бұл перифериялық невропатия деп аталатын жүйке бұзылысы болуы мүмкін. Қант диабеті, стресс, магний мен дәруменнің жетіспеуі бәрі жүйке жүйесіне әсер етеді. Ең соңғы, бірақ өте маңызды белгі аяқта тікен кіргендей шаншу. Жер басқанда немесе тыныш отырғанда аяққа ине кіргендей сезім болса, бұл да жүйке зақымдануының белгісі. Кейде бұлшықет әлсірейді, кейде тек шаншиды, бірақ мұның артында диабет, омыртқа немесе қан айналымы проблемасы тұруы мүмкін. Белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге көрініп тексеріліңіз. Қантын. Витамин деңгейін әсіресе B12. Қалқанша без гормондарын. Омыртқаны, ымырты, рентген. Жүйке өткізгіштігін. Ал үйде не істей аласыз? Аяқты жылы ұстаңыз. Жаттығу жасаңыз. Массаж, жылы ванна пайдалы. Дәрумені мен магний қабылдауға болады, дәрігер кеңесімен. Құрметті көрермен, бұл белгілерді жай ғана шаршау деп қалдырмаңыз. Ағзаңыз сізге көмектес деп айтып тұр. Уақытылы анықтап алдын алсаңыз, денсаулық өз қолыңызда. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, арнаға жазылып лайк басып пікір жазып қалдырыңыз. Келесі видеода шипалы кеңестермен қайта жолығамыз.